Әлемдегі әрбір 5-ші адам бас ауруынан зардап шегеді. Олардың көбі бас сақинасы ауруына шалдыққандар. Көп адам бас ауырған жағдайда дереу түрде дәрі ішеді. Дәріге жүгінбей-ақ, үй жағдайында осы бас ауруына ем тауып көрдіңіз бе? Егер де таппаған болсаңыз, осы видео сіздің алдыңыздан дәл шықты. Соңына дейін қараңыздар. Сіздерге қазір экранға 11 кеңесті біртіндеп айтатын боламын. Құлақ түріп тыңдап, керек ақпарат болатын болса, қолданып көріңіздер. Біріншісі, күнде таңертең 1 стакан сүтке, яғни бөлме температурасындағы 1 стакан сүтке 1 ас қасық бал салып, оған 0,2 грамм мумия қосып ішу керек. Екіншісі, қыша қағазын 15 минут желкеге қоятын болса, бас ауруы дәрісіз-ақ басылады. Бастың ауырған тұсына 40 қабат, жалбыз, яғни мята жапырақтарын бассаңыз кетеді екен. Душица жапырағын майдалап турап, иісін иіскеу арқылы да бас ауруынан арылуға болады. Мақтаны кішкене етіп орап, оны қызылша немесе пияз шырынына малып, құлаққа тығып қояды. Сосын басты жүннен тоқылған орамалмен байлап тастайды. Бұл тәсіл бас ауруынан толығымен айықтырады екен. Алма сірке суына дайындалған мұзбен маңдай, самай, желкені ысқылап сүрту керек. Арнайы медициналық балшықты маңдай, желке, самайға жапсырып жатса да көмегі де зор екен. Картопты домалақ әрі жұқа етіп турап, бастың ауырған тұсына таңса шипа болады екен. Пиязды 2-ге бөліп, самайға 15-20 минут басады екен. Лимон қабығында самай мен маңдайға басуға болады. Бас қатты уайымдап, ойлағаннан ауырса, жылы булау арқылы, яғни жылы сулау арқылы аяқты ыстық суға салып 15-20 минутқа отыру керек екен. Содан кейін 1 стакан қайнаған ыстық суға 1 шай қасық жалбыз ұнтағын салып демдеп, ыстық күйінде ішеді. Ас тұзын матадан тігілген қалтаға салып, 2-3 минутқа мұздатқышқа қояды. Сосын оны бастың төбесіне басып, жатып демалу керек. 10 минуттан соң осы тұзды көзді жұмып, сыртынан 10-15 минут басады. Негізінде бұл әдістердің қай-қайсысы да орындауға оңай. Денсаулыққа кері әсер жоқ, ал бастың ауруын қойдыруға керемет әсер бар. Бүгінге айтарым осы, сіздермен бірге болған Гаухар. Соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет, барлықтарыңызға сәттілік.